Сәлеметсіздер ме? Мен математика пәні мұғалімі Ақшалова Данира Каскетбекова. Бүгін сіздердің назарларыңызда 8-ші сынып теңсіздік бөлімінің квадрат теңсіздік тақырыбын ұсынбақпын. Сабақтың мақсаты қолданбалы есептерді квадрат теңсіздіктерінің көмегімен шешу. Жалпы қолданбалы есептер дегенді қалай түсінеміз? Яғни адамның қандай да бір салада қолданылатын есептері. Мысалы химия, биология, физикада, бухгалтерияда қандай да бір есептерді шешу мәселесі. Бүгін біз сіздермен квадрат теңсіздіктердің көмегімен бірнеше қолданбалы есептерді шығару түрін қарастырамыз. Бүгін сабаққа қойып отырған бағалау критерийіміз қолданбалы есептер шығаруда квадрат теңсіздіктерді қолданады, квадрат теңсіздіктерді графиктік тәсілмен шешеді, есептің шешімін анықтайды. Ең бірінші мынандай бір қарапайым есепті қарастырайық. Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің бірі екіншісінен 5 см ұзын. Егер ауданы 25 см квадраттан артық болу үшін, оның катеті қандай болу керек? Қарап тұрсаңыздар, бұл бізде геометрия бөлімдегі есеп, яғни геометрия алған білімімізді еске түсірейік. Бұл тапсырманы орындау үшін дескрипторымыз берілген мәліметтер бойынша теңсіздік дұрыс құрады, квадрат теңсіздікті шешеді, есептің мәнмәтінін ескеріп, жауабын дұрыс жазады. Яғни бұл сөз есеп болғаннан кейін біз жауаптың мәтіндің қандай сұрақ тұр, соның мәнін анықтау керекпіз. Енді бұл есеп бойынша бізде тікбұрышты үшбұрыш берілген, яғни не тікбұрышты үшбұрыштың. Енді математикалық моделін құрайық, бір екіншісінен 5 см ұзын десе, бір катетімізді x деп алатын болсақ, екінші катетіміз яғни x плюс 5. Және ауданы 25 см квадраттан артық болу үшін деп айтып тұрғандықтан, яғни біз мына үшбұрыштың ауданын табу керек. Үшбұрыштың ауданын табу үшін тікбұрышты екі катеттің көбейтіндісінің жартысына тең. Яғни формуланы еске түсіреміз. Енді осы формулаға катеттердің мәндерін қойып, теңсіздігімізді құрайық. Яғни x көбейтілген x плюс 5 бөлінген 2 артық 25-тен. Енді теңсіздіктің екі жағында да 2-ге көбейтіп жүріп, алгебралық өрнектеуді орындайық. Сол кезде бізде x квадрат плюс 5x минус 50 деген квадрат теңсіздікті аламыз. Енді бұл квадрат теңсіздіктерді шығаруды есімізге түсіру керек. Бұны шығару үшін ең бірінші теңестіреміз нөлге, квадрат теңдеу аламыз, және бұның түбірлерін табамыз. Сіздермен түбірлерін табудың бірнеше тәсілдерін өткен болатынсыздар. Соның V теоремасы арқылы, немесе дискриминант арқылы қолданып шығаруға болады. Яғни мына жерде V теоремасы арқылы қарастырайық. Түбірлерінің қосындысы минус 5, көбейтіндісі минус 50. Ендеше іріктеу тәсілі арқылы қандай екі санның көбейтісі минус 50-ді береді? Яғни минус 10 мен 5. x1-іміз минус 10-ға, x2-іміз 5-ге тең. Енді координаталық түзу сызамыз. Координаталық түзудегі осы нүктелерімізді анықтайық. Яғни минус 10 мен 5. Және мына жер теңсіздік белгісі бізде қандай белгі? Қатаң белгісі. Қатаң белгісі болатын болса, онда бізде нүктелер боялмайды. Осы арқылы параболаны саламыз. Параболаның а коэффициенті оң сан болғандықтан параболаның тармақтары жоғары қаратылған. Артық нөлден, яғни артық нөлден десе жоғары жақтан мән іздейміз. Яғни ол бізде болады минус x-тен бастап минус 10-ға дейін және 5-тен бастап плюс x. Яғни x тиісті осы сан аралығына. Яғни біз теңсіздікті ғана шештік. Енді келесі дескриптор бойынша, мәнмәтіннің бойынша дұрыс шешімін жазу керекпіз. Бұл жерде қабырғаның ұзындықтарын айтып тұрғандықтан, бізде ұзындық ешқашанда теріс санмен өрнектелмейді. Сондықтан бізге мына жерде жауапқа 5-тен бастап плюс x-ге деген сан аралығы алынады. Жақсы, келесі есеп қарастырайық. Мысалға спорт саласындағы мынандай бір қолданбалы есеп. Айтайық, баскетболшы жоғары лақтырған добының көтерілу биіктігі және уақыт арасында тәуелділік мына формуламен берілген. Егер қанша секундта доп 3 метрден кем емес биіктікте болады. Яғни лақтырылған доп 3 метр биіктікте орналасу керек, қанша уақытта екенін табу. Ол үшін мына формулаға, яғни h биіктігіміз 3-ке тең болып тұр. Кем емес десе, яғни биіктік артық немесе тең болу керек 3-ке. Тағы да квадрат теңсіздігін алдық, бір жаққа жинақтадық. Енді бұны шығару үшін әрине теңдеуге айналдырамыз. Теңдеуге айналдырғасын мына жерде коэффициенттер арқылы шешім табуға болады, немесе өздеріңіз жақсы қолданып жүретін дискриминантты қолдануға болады. Яғни мына жерде дискриминант мәні 4, түбірлерін табу формуласына қоямыз. Осыдан бізде түбірлері Т1 1-ге, Т2 3-ке тең болады. Енді координаталық түзуді салайық. Осы координат түзуден 1 және 3 деген нүктелерімізді табамыз. 1 және 3. Көріп тұрғанымыздай бізде белгі
қатаң емес белгісі. Қатаң емес белгісі болса, нүкте бізде тұйықталған. Енді параболаның тармақтары қайда бағытталғанын анықтайық. Яғни мына жерде коэффициентіміз минус сан болып тұрғандықтан параболаның тармақтары төмен бағытталады. Параболаны салдық. Енді қай аралықта шешім керек? Артық нөлден дейді. Яғни артық нөлден болса бізде жоғарғы жақ, не көріп тұрсыздар? Яғни жоғары жақтан графиктің бізде 1-ден бастап 3-ке дейінгі сан аралығында жатыр. Осы аралықта енше бізде т уақытымыз тиісті 1-ден 3-ке дейін сан аралығында. Яғни 1 секундтан бастап 3 секунд аралығында график жоғары орналасқан. Енді есептің сұрауы бойынша неше секунд биіктікте орналасты дейді. Яғни 1 мен 3 секунд арасында десе, 3-тен 1-ді азайтам, 2 секунд бойы мәшік доп 3 метр биіктікте орналасқан екен. Жауабы 2 секунд. Жақсы, келесі есеп қарастырайық. Мынандай бір қызықты есеп. Тас атқыш машинасы белгі бір бастапқы жылдамдықпен тастарды атады. Тастың ұшу траекториясы y-тен ax квадрат плюс bx формуласымен берілген. Мұндағы a, b тұрақты параметрлер, x тастың көлденең ығысуы, y тастың жерден көтерілу биіктігі. Енді есеп мынандай дейді. Биіктігі 8 метр болатын бекініс қабырғасынан машинаны қандай ең үлкен ара қашықтыққа орналастыру керек? Егер тастар қабырғадан 1 метр биіктікте, кем емес биіктіктен ұшып өту үшін. Яғни мына жерде тас атқан кезде бізде 1 метр биіктіктен ұшып өту керек. Енді мынандай қолданбалы есепті қалай шығарамыз? Қарастырайық. Яғни бізде бірінші мына формула берілген. Осы формуладағы жаңағы айтылған a және b параметрлерінің мәндерін қойып шығамыз. Яғни y-тен минус 0,1 квадрат плюс x шықты. Мына жерде бағана тоқталып айтылып кетті. X ол жерден көтерілу биіктігі. Енді жерден көтерілу биіктігі қанша екендігін анықтап алайық. Жаңағы мәтіннің ішінен біз түсіндік бекіністің биіктігі 8 метр және тас одан 1 метр биік ұшып өту керек. Ендеше жалпы жерден неше метр көтерілу керек? Әрине ол 9 метр көтерілу керек. Яғни онда ұшқан тастар 9 метрден кем емес. Егер кем емес десе, яғни не бол керек? Артық немесе тең. Қарап тұрсаңыздар, біз тағы да квадрат теңсіздігімізді алдық. Енді бір жаққа жинақтаймыз. Минус x квадрат плюс 100x минус 900. Бұның түбірлерін анықтау керекпіз. Ол үшін дискриминант арқылы мына жерде шығарып түбірлерін табамыз. 100 квадрат орнына 4ac коэффициенттерін қойдық. 10.000-нан 3600 азайтамыз. Тең 6400. Түбірлерін x1, x2 түбірлерін табу формуласына қоямыз. Минус 100 плюс минус түбірасында 6400-ді бөлеміз минус 2-ге. Өйткені a коэффициенті минус сан. Осыдан шығатын мәндер бізде x1-міз 10-ға тең, x2-міз 90-ға тең. Енді осы мәндерді біз координаталық тізігімізге салайық. X өсінен 10 және 90 деген нүктелерді анықтаймыз. Осынан бізде белгі қатаң емес болғаннан нүктелер бізде тұйықталған. Минус сан болғаннан кейін тармақтар бізге төмен бағытталады. Яғни салып алдық. Енді шешім аралығын қараймыз. Артық 0-ден деп тұр. Артық 0-ден десе, онда жоғары жақта орналасқан шешімге. Яғни бізде параболаның қай бөлігі? 10-нан бастап 90-ға дейінгі сан аралығы. Ендеше x бізде тиісті 10-нан бастап 90-ға дейінгі сан аралығында. Бұл теңсіздіктің шешімін таптық, Ал сөз болғандықтан бізде ан жақта сұрады қандай ең алыс арақашықтыққа орналастырамыз. Яғни мына жерде біз 10 мен 90 метр аралығында бұл тас атқышты орналастыра аламыз. Оның ішінде ең алысқа орналастыру керек болса, яғни біз жауабына тек 90 метр деген мәнді жазамыз. Келесі есебімізді қарастырайық. Яғни бизнес саласында қолданбалы есепті қарастырып көрейік. Кәсіпорын өнімінде Q сұраныс көлемі P бағасына тәуелділігі мына формуламен берілген. Кәсіпорын бір апталық табысы, яғни сұраныс көлемін көбейту керек бағасына формуласымен анықталады. Егер бір апталық табыс 240 000 теңгеден кем болмауы үшін өнім бағасының максималды мәнін анықтаңыз. Яғни кәсіпкер өзінен сұраныс көп болу үшін ол бізде көбінесе заттың бағасына тәуелдіміз ғой, қай жақта арзан біз өзіміз дейміз. Бірақ бұл кәсіпкер өзінің табыс көзін жоғалтқысы келмейді. Яғни мына жерде ол табыс көзі 240-тан артық немесе мына жерде 1000 дегенді ала тұрамыз. Өйткені бағалар 1000 теңгемен өрнектелген.
Осыдан мына жердегі формулаға әкеп қоямыз, q тең 100 минус 10p-ні мында әкеп қоямыз. Сол кезде 100 минус 10p көбейтілген p артық немесе тең 240 шығады. Мына жерде жақшалар ашуды орындаймыз. Көбейтудің үлестірілінің қасиеті 100p минус 10p квадрат артық немесе 240-қа. Теңсіздіктің екі жағында да, мына жерде көріп тұрсаңыздар, 10 деген санға бөлінеді. Кішкене ықшамдап алатын болсақ, екі жағында минус 10-ға бөліп жіберетін болсақ, біз теңсіздік белгісі қарама-қарсыға өзгереді. p квадрат минус 10p плюс 24 кіші немесе тең 0-ден. Болды, біз өзіміз квадрат теңсіздігімізді алдық. Енді оны шығарайық. Түбірлерін анықтаймыз. Түбірлері мына жерде 10, 24, екі қосындысы 10-ды, көбейтіндісі 24-ті беріп, квет теоремасы арқылы шығарған жылдамырақ. Қандай екі санын көбейтіп 24-ті береді? Яғни 6 мен 4. 6 мен 4 көбейтсем 24, қоссам 10. Түбірлері 4 пен 6. Бұны біз координаталық түзуге салайық. Мына жерде p дейін p-ні саламыз, түбірлерді анықтаймыз. 4 пен 6 қатаң емес белгісі, нүктелер тұйықталған. Енді параболаның бағыты қайда бағытталған тармақтары? Мына жерде коэффициентіміз оң сан болғандықтан тармақтар бізде жоғары бағытталған. Керек бізге шешімдер жиыны кіші 0-ден дейді. Кіші 0-ден десе, ол біз төменгі жақтан іздейміз. Яғни, графиктің бізде мына тармағы бөлігі төмен жақта орналасқан 4-тен бастап 6-ға дейін. Яғни, p тиісті мына жерде 4 пен 6 қоса алғандағы сан аралығына. Енді шешім жауабын жазу керек. Біз жауап бойынша максималды мәнін анықтаңыз деп айтып тұр. Яғни 4 пен 6-ның ішінен әрине ең үлкені 6. Ендеше жауабы бізде болады 6000. Тауардың бағасын 6000 қылдырып қойған ыңғайлы болады екен. Келесі енді өзіне орындалатын жұмыс. Жаңағы бірнеше мысалдарды сіздермен қарастырдық. Енді өздеріңіз үйде мына тапсырманы орындап көріңіздер. Алғашы жылдамдығы 40 метр секунд жоғары лақтырылған доп 60 метрден кем емес, биіктікте неше секунд болады. Ерттік жоғары лақтырылған денен жүрген жолы осы формуласы арқылы анықталады. Мұндағы G физикадан білесіздер. Дененің еркін түсу үдеуі 9,8-ге тең, мына аралықта 10 метр секунд квадрат деп жуықтап алуға рұқсат. Осы бойынша жылдамдық 0 деп тұрған бұл алғашқы бастапқы жылдамдығы, яғни мыналар орнына қойып, дұрыс теңсіздік аласыздар деп үміттенемін. Сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.